Сонау бала кезден келе жатқан, әжем үйреткен құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін толық қараңыздар. Жасау жолы өте оңай. Бір жасағаннан шығатын құймақтың рецептін көре аласыздар. Ең алдымен керекті ыдысымызға жұмыртқамызды жарамыз, одан кейін үстіне шекерімізді қосып, жақсылап шекеріміз толық ерігенше араластыратын боламыз. Жақсылап араласқаннан кейін үстіне сүтімізді қосамыз. Үй температурасында тұрған сүтімізді қосып, тағы да араластыратын боламыз. Керекті құрамын описанияға жазып кететін боламын. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Одан кейін барлығы араласқаннан кейін үстіне сұйық маямызды, шымшым тұзымызды және де шымшым ас содамызды қосып, тағы да жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін керекті ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп қосып араластырасыздар. Себебі комочка пайда болмау керек, барлығын бірден қоспаңыздар. Жақсылап араластырғаннан кейін бізде осындай масса пайда болады. Массамыз пайда болғаннан кейін блендердің табасына астына сұйық майымызды жағып, как обычныйде қалай құймақ пісіреміз, дәл солай пісіріп аласыздар. Міне достар, бізде құймағымыз дайын болды. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады және де дәмі өте ерекше тәтті болып шығады. Бәленбай жылдан келе жатқан рецепт болғандықтан сіздерге бөлісіп отырмын. Күнделікті өзім осы рецептпен үйде балаларыма дайындап беремін. Ас болсын.